1919 жылы 10 шілдеде Қазақ революциялық комитеті құрылды. Қазревком мемлекеттік билік пен мемлекеттік жоғарғы басқару органының міндетін атқарды. Қазревком құрамында Станислав Пестковский, Әліби Жангелдин, Ахмет Байтұрсынов, Сәкен Сейфуллин және тағы басқалары болды. 1920 жылы 9 наурызда Қазревком Алашорда автономиясы мен аймақтық бөлімшелерін тарату жөнінде шешім шығарды. Қазақ кеңес автономиясын құруға дайындық жүргізілді. Сол жылы тамызда ұлт істері халық комиссариаты жанында Қазревком, Сібіревком және Түркістан орталық атқару комитеті өкілдерінің жиналысында Ақмола және Семей облыстарын Қазақстанға беру мәселесі шешілді. Сібір және Астрахань шовинист большевиктерімен ауыр дауда Ертіс пен Жайықтың оң жағалауындағы аймақтар Қазақстанға қосылды. 1920 жылы 26 тамызда Қырғыз автономиялық кеңестік социалистік республикасын құру туралы декрет қабылданды. 1920 жылы 22 қыркүйекте Бүкілресейлік орталық атқару комитетінің жаңа декреті бойынша Қазақ АКСР-ның құрамына Орынбор губерниясы қосылды. Орынбор республиканың алғашқы астанасына айналды. Қазақ АКСР-ын құру туралы декрет Қазақстан аумағын анықтады. Қазақ АКСР-дегі басқару органдары, депутаттардың жергілікті кеңестері, орталық атқару комитеті мен халық комиссарлары кеңесі болатынын белгіледі. Әскери істерді басқару үшін Қазақ әскери комиссариаты ұйымдастырылды. 4-12 қазан аралығында Орынбор қаласында Қазақ АКСР-ның құрылғанын жариялаған жұмысшы, шаруа, қазақ және қызыл әскер депутаттарының құрылтай съезі өтті. Оған Қазақстанның барлық облысынан 273 депутат, Алтай губерниясының қазақтарынан 6 делегат қатысты. Съездің күн тәртібінде президиумды, мандаттық және редакциялық комиссияны, әкімшілік, әскери, жер, экономикалық, құрылыс комиссияларын сайлау, секцияларды анықтау, олардың өкілдерін сайлау, Қазревком баяндамасы, қазақ халқы еңбекшілері құқықтарының декларациясы, азық-түлік, жер, әскери мәселелер, Қазақ орталық атқару комитеті мен Қазақ АКСР халық комиссарлары кеңесін сайлау мәселелері қаралды. Съезде Сейітқали Меңдешев басқарған орталық атқару комитеті мен Виктор Радузенкович басқарған халық комиссарлары кеңесі сайланды. 1920 жылы 4 қазанда Орынбор қаласында Қазақ АКСР кеңестерінің құрылтай съезінде Қазақ АКСР еңбекшілері құқықтарының декларациясы қабылданды. Декларация 1917 жылғы Қазан революциясы жеңісінен кейін Қазақстан еңбекшілері жеткен жетістіктерді қорытындылады. Қазақ АКСР құрылуын конституциялық жолмен жариялады және облыстардың шекараларын айқындады. Мемлекеттік билік пен мемлекеттік басқару органдарын бекітті. Орталық және республикалық билік органдары құқықтары мен міндеттерінің арақатынасын тұжырымдады. Сайлау жүйесі мен оның қағидаттарын, жанжалдық жағдаяттарды шешу жолдарын анықтады. 1920 жылғы Қырғыз АКСР-ның аумағы. Республика аумағының қалыптасуы күрделі жүрді. Аумақтық мәселеде әртүрлі қызу даулар туындады. Қазақ жерлерін бір республикаға біріктіру мақсатында Қазревком арнаулы комиссия құрып, ол болашақ республиканың шекараларын белгілеу істерімен айналысты. Бүкілресейлік орталық атқару комитеті мен Ресей кеңестік федерациялық социалистік республикасы халық комиссарлары кеңесінің 1920 жылғы 26 тамыздағы жарғысымен құрылатын кеңестік автономиясының аумағы белгіленді. Ақмола облысының Атбасар, Ақмола, Көкшетау, Петропавл уездері мен Омбы уезінің бір бөлігі. Семей облысының Өскемен, Зайсан, Қарқаралы уездері. Торғай облысының Қостанай, Ақтөбе, Ырғыз, Торғай уездері. Орал облысының Орал, Ілбішін, Темір, Гурьев уездері. Маңғышлақ уезі, Каспий сырты облысының 4 және 5 адай болыстары. Астрахань губерниясының бір бөлігі. Орынбор губерниясы Қазақ АКСР-ның аумағына кірді. Қазақ АКСР шекараларын ресімдеудегі келесі қадам Орта Азия мен Қазақстан республикаларын ұлттық аумақтық межелеу болып табылды. Ол таратылған Түркістан АКСР аумағын Азиялық республикалар құрамына беру жолымен жүргізілді. 1924 жылы Ресей коммунистік большевиктер партиясының орталық комитеті Орта Азия республикаларын мемлекеттік межелеу туралы қаулы қабылдады. Қазақ АКСР-ны Жетісу облысының Алматы, Жаркент, Лепсі, Талдықорған уездері. Сырдария облысының Қазалы, Ақмешіт, Түркістан, Шымкент уездері. Әулие-Ата, Ташкент пен Мырзашөл уездерінің бір бөлігі. Жизақ уезінің 6 болысы. Әмудария облысы тұтастай.
Хорезмнің Қарақалпақ автономиялық облысы берілді. 1924 жылы Түркістан АКСР жойылып, Өзбек КСР, Түркмен КСР пайда болды. Сырдария, Жетісу облыстары Қазақстанға қосылды. Орынбор қаласымен бірге Орынбор губерниясының бір бөлігі Ресейге қайтарылды. Өзбек республикасының құрамында Тәжік АКСР, Ресей Кеңестік Федерациялық Социалистік Республикасының Қырғыз автономиялық облысы, Қазақ АКСР құрамына енген Қарақалпақ автономиялық облысы құрылды. 1925 жылы Түркістанды ұлттық мемлекеттік межелеу аяқталды. Қазақ жері аумағының қалыптасуында Әлихан Бөкейханов, Тұрар Рысқұлов, Әлімхан Ермеков тағы басқалары зор еңбек сіңірді. Алаш партиясының мүшелері бұл жерлерді уақытша үкімет алдында, кейінірек кеңес басшыларының алдында, бұрынғы жойылған Алаш автономиясы мен Қазақ хандығының құрамына кіретін аумақтары ретінде табандылықпен қорғады. 1920 жылы Лениннің қабылдауында болған 29 жастағы Әлімхан Ермеков өз баяндамасымен Ақмола, Семей, сондай-ақ бүгінде Қазақстанның мұнай облыстарының қатарына кіретін Атырау облыстарын қорғап қалады. Ахмет Байтұрсынов бүгінгі таңда жыл сайын мол астық жиналатын орын болып табылатын Қостанай уезін Челябі облысының құрамынан Қазақ АКСР құрамына қайтаруға қол жеткізді. 1925 жылы 18 сәуірде кеңестердің өлкелік 5-ші съезінде қазақ халқының тарихи дұрыс атауын қалпына келтіру туралы қаулы қабылданды. Қырғыз АКСР-ның атауы Қазақ АКСР, Ақмешіт қаласының аты Қызылорда деп өзгертілді. Республика астанасы Орынбордан Қызылордаға көшірілді.